Ассаламалейкум. Қазір Шымкент қаласының Достық микрорайонының Жігер көшесінде тұрыппыз. Сатылатын үйді обзор қылмақшымыз. Мұны жол асфальт. Жақында жаңа асфальт болған екен. Автобус міне. Автобус қатынайды. 300 метр аректе үлкен мектеп бар. 200 метр ұзақтықта балдар бақшасы бар. Қазір мен енді үйдің өзін обзор қылуым керек ішіне. Мына жерде Wi-Fi тартылған, газ, су, водопровод, ешқандай кемшілік жоқ. Мына көрінісі. Сыртқы дарвазадан кіріп, ішерін көрсетем қазір. Мына кіреберістен көрінісі бұл. Қазір бірінші орында мен времянкасыны обзор қылып берейін. Үйдің жер көлемі 8 сотық. 8 сотық. Мына жерде туалеті бар екен. Мына времянка 12-ге 5 екен. Времянка 12-ге 5. Қазір мен енді ішіне обзор қылып беремін. Так, кіргенде мұны оң қол жақта залы бар екен, беседка, шай ішетін жер екен. Мұны бұлда беседке есептелінеді ғой енді. Мұнан ішін дұрыстап көрсетейін. И мұны асханасы мұны кухня. Мұны көрінісі. Қазір енді мұны үйінің, үлкен үйінен обзор қылуым керек. Мұны көрінісі. Мұны ар жақтан кіре берісі көрінісі. Мұны үй. Қандай ғыштан құрылған? Күйген ғыштан құрылған екен. Үй 2020 жылы құрылған жаңа үй екен. 16-ға 15 екен бұл үлкен үйдің размері. Қазір мен енді ішкеріні көрсетуім керек. Мұны кіреберістен көрінісі мұны. Бұны мұны кафель қылынған екен. Мұны көрінісі мұны. Порядок. Қазір мұны холға кіріп кеп жатырмыз. Хол. Так. Оң таманда спальни. Мұна екінші бөлмесі бұл. Мұны зал көрінісін көрсетіп қойын. Мұны зал. Мынау детский ханасы екен. Детский ханасы екен. И мынау детский спальня көрінісі. Мұны қазір шығып және сыртындағы немелерді көрсетіп беремін. Әуленің көрінісі мұндай. Общий 8 сотық деп айтылып өтті. Бұл үйдің бағасы 65 миллион деп айтып жатыр. 65 миллион теңге деп. Келсе болатын жері бар екен. Келсе болатын жері бар екен. Келсе берем деді.
Немеге түсінбеген болсаңыздар, үй егасының телефон нөмірін қалдырамын. Телефон қылып, сол өздеріңе түсінбеген жерлері болса, телефоннан сұрап аласыздар.